Так, запись бар, да. Информация, конференция, приложение. На жерде ма? Ойбай, слайдты өтіп көрсетті. Әшен, айта берейін, иә, слайдты өзім оқиын ба, қалай қылсам болады екен? Слайд қосам аятырмын. Айтып көріңіз, аха. Өйткені маған видео керек болып тұр, слайдпен қорғаған. Пауза, слайд. Пока қоя тұрайын, пауза. Аха. Сізге слайд көрінді ма? Көрініп тұр, иә? Саламатсыздар ма? Менің есімім Күмісбекова Жазира Науатбек қызы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің докторанты. Бүгінгі тақырыбым пәнаралық оқытуда қазіргі білім беру жүйесінде қолданудың маңызы. Қазіргі кезде білім беру жүйесі түбегейлі трансформация кезеңінен бастан кешіруде. 21 ғасыр технологиялық прогресс пен ақпараттың жылдам алмасу дәуірі. Осы кезеңде оқушыларға белгілі бір пән шеңберінде академиялық білім беру жеткіліксіз болып табылады. Қазіргі еңбек нарығы мен әлеуметтік ортада жан жақты дамыған, икемді, бірнеше саланы меңгере алатын мамандарды талап етеміз. Осы негізде пәнаралық оқыту мәселесі өзектілікке ие болып отыр. Пәнаралық оқыту дегеніміз білім берудің бір-бірімен тығыз байланыстыра алатын бірнеше ғылым салаларының негізінде біріктіру процесі. Мақсаты оқушылардың дүниетанымын кеңейту, теориялық білімді өмірмен ұштастыру және де түрлі пәндер арасындағы логикалық байланыстарды түсіндіру арқылы терең әрі саналы білім қалыптастыру. Бұл слайдта қазіргі білім беру жүйесінде пәнаралық байланыс проблемасын философиялық деңгейде қарастырған ғалымдардың пікірлері анықтамасы берілген болатын. Жалпы бұл ғалымдардың ортақ түйіні пәнаралық оқыту білім мазмұнын біріктіріп, оқушының дүниетанымын кеңейтіп, теория мен тәжірибені байланыстыратын, ойлау қабілетін дамытатын тиімді педагогикалық жүйе болып табылады деген түйінді жасақ болады. Пәнаралық оқытудың психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік және ғылыми әдістемелік тұрғыдан зерттеген ғалымдар, яғни чех педагогы Яномос Каменский, грамматика мен философияны бірге оқытуды ұсынса, Джон Лок тарих пәні мен географияны бірге оқытуды ұсынған. Ресейдегі пәнаралық оқытуды ұсынған ғалымдар Адаевский, Ушинский болатын болса, пәнаралық байланыстың психологиялық негізін ғалым Павловтың есімімен байланыстырсақ болады. Яғни ол мидың аналитикалық, синтетикалық қызметін зерделей келе, оны тоқтаусыз дамып, өзгеріске ұшырайтындығын айтқан болатын. Орыс педагогы Ушинскийдің педагогикалық антропология, балалар әлемі, ана тілі еңбектерінде пәнаралық байланыста оқушылардың қызығушылықтарын арттыратынына, сондай-ақ білім беру сапасының жақсаруына әсер болатындықтан соған ерекше тоқталған болатын. Ал қазақстандық ғалым Алма Қыраубаева пәнаралық оқыту мәселесінің негізінде ғылыми әдістемелік және дидактикалық тұрғыдан зерттеген болатын. Ол интеграциялық оқытуды, білім мазмұнын жаңарту, пәндерді кіріктіру және оқушы тұлғасын тұтас дамыту құралы ретінде қарастырды. Келесі слайдта біз пәнаралық оқыту туралы зерттеген негізгі шетелдік және қазақстандық ғалымдардың негізгі ұстанымдарын салыстыру кестесін көріп отырмыз. Кестеде ғалымдардың тұжырымдарын жүйелеп қарастыратын болсақ, ғалым Брунер білім құрылымын меңгеруге және оқушының белсенді ойлауына мән берген болатын. Интеграция деңгейлерін қарастырған Джилберт проблемалық тақырыпты кіріктіруді ұсынды. Выгодский болса, оқытудағы әлеуметтік мәдени ортаның тіл мен ойдың байланысын негіздеді. Қазақстандық зерттеушілерден Алма Қыраубаева
интеграциялық оқытуды ұлттық мәдениет, тіл мен тарих сабақтастығы арқылы тұлғаны тұтас дамыту жүйесі ретінде негіздейді. Ғалым Құрманова қазақ тілін басқа пәндермен байланыстыра оқытудың лингвистикалық әлеуметтік қырын ашса, Жұбанов әдебиет, тіл, тарих байланысын әдістемелік тұрғыдан дамытқан. Ғалым Нұртазина пәнаралық технологияларды, соның ішінде интерактивті және цифрлық тәсілдерді қолдануды ұсынған. Қорытындысында шетелдік ғалымдар интеграцияны көбінесе білім құрылымы мен таным теориясы тұрғысынан қарастырса, ал қазақстандық ғалымдар, әсіресе Қыраубаева, оны ұлттық мазмұн мен мәдени тұтастық негізінде жүзеге асатын педагогикалық жүйе ретінде дамытады. Қазіргі білім беру парадигмасында қазақ тілін оқыту тілдік құзыреттілік шеңберінен шығып, коммуникативтік, танымдық сипатқа ие. Осы негізде төмендегі берілген кейстер оқушылардың сөздік қорын дамытып, дүниетанымдық ой өрісін арттыратын әлем бейнесі туралы түсінігін қалыптастырады. Яғни бірінші бізде кейс қазақ тілі мен тарих пәнінің арасындағы пәнаралық байланыс. Бұл жердегі тақырып көне сөздер мен тарихи жәдігерлер, грамматикалық нысаны, сөздік қор және сөздік құрам, төл сөздер мен кірме сөздер, интеграция мақсаты, тарихи жәдігерлер мен көне бұйымдардың атауларын талдау арқылы оқушылардың этномәдени лексикасын дамыту. Сабақтың барысы, яғни ізденіс кезеңінде алтын адам немесе ежелгі отырар тақырыбында оқушыларға қысқаша тарихи мәтін беріледі. Мәтінде көнерген сөздерді тауып, олардың мағынасын ашу тапсырылады. Тілдік талдау. Оқушылар бұл сөздерді не себепті историзмге немесе архаизмге жататынын дәлелдейді. Сөздердің жасалу жолдарын, яғни түбір мен қосымшасын талдайды. Шығармашылық жұмыс. Мұражайдағы бір күн тақырыбында шығармашылық жұмыс беріледі. Осы тақырыптағы тарихи терминдерді қолдана отырып, эссе жазады. Нәтижесінде оқушылар тарих пәнінен алған білімін тілдік деңгейде бекітеді. Бұл жерде интеграциялық тәсілдің негізі Алма Қыраубаева бойынша интеграциялық оқыту пәндер арасындағы сабақтастық арқылы оқушының кешенді ойлауын, іскерлік қабілеті мен мәдени сауаттылығын дамытуға бағытталған. Бұл кейсте қазақ тілі пәні бойынша сөздік құрам, төл сөздер, кірме сөздер, историзм мен архаизмдерді талдау болса, ал тарих пәні бойынша көне жәдігерлер мен тарихи тұлғалар, ескерткіштер арқылы мәдени тарихи ақпарат беру. Интеграциялық мақсат оқушылардың этномәдени лексикасын байыту, тарихи білімді тілдік деңгейде бекіту. Келесі бізде кейс 8-ші сыныптан алынған. Бұл қазақ тілі мен география пәнінің пәнаралық байланысы. Тақырыбы Қазақстанның топонимикасы, яғни жер су аттары және сөз жасам. Грамматикалық нысан, күрделі зат есімдер, біріккен және қосарланған сөздердің жазылуы. Интеграцияның мақсаты жер су аттарының шығу тарихын зерттеу, күрделі атаулардың грамматикалық құрылымын меңгеру. Сабақтың барысы бірінші картамен жұмыс, яғни оқушыларға Қазақстанның физикалық картасы беріледі. Ол картадан біріккен сөздерден тұратын географиялық атауларды және тіркес сөздерді теріп жазады. Екінші лингвистикалық зерттеу. Бұл жерде неліктен Алакөл сөзі бірігіп жазылады, ал Үлкен Алматы көлі бөлек жазылады, яғни грамматикалық тұрғыдан түсіндіру. Тау, көл, су, арал компоненттерінің сөз жасам рөлін талдайды. Проблемалық сұрақ. Жер су аттарының өзгеруі туралы публицистикалық стильде пікірталас ұйымдастыруға болады. Нәтижесінде оқушылар географиялық нысандарды жаттап қана қоймай, олардың атауларындағы лингвистикалық заңдылықтарды түсінеді. Бұл сауаттылықтың ең тиімді жолы. Яғни интеграциялық тәсілдің негізі Алма Қыраубаеваның тұжырымдамасына сәйкес интеграциялық оқыту пәндер арасындағы байланыс арқылы білімді терең меңгеруге және іскерлікті қалыптастыруға бағытталған әдіс. Бұл кейсте қазақ тілі, күрделі зат есімдер, біріккен және қосарланған сөз грамматикасын меңгеру, география бойынша Қазақстанның жер су аттарының шығу тарихын, топонимдік заңдылықтарын зерттеу. Интеграциялық мақсат оқушылар географиялық атаулар тек жаттап қана қоймай, олардың құрылымын грамматикалық тұрғыда түсінеді. Пәнаралық оқыту бұл мұғалімнің шығармашылығы. Бұл сабақтарда оқу танымдық міндеттер нақты болу шарт. Бұл екінші пәннен алынған білімге сүйеніп шешіледі. Екіншіден, бұндай сабақ басқа пәннен алған білімдерді пайдаланудағы белсенділікпен қамтамасыз етілу керек. Үшіншіден,
пәнаралық байланысты іске асыруда оқылған құбылыстың мәнін түсіндіре алуға бағытталу керек. Төртіншіден, сабақта оқушылардың әртүрлі пәндерден алған білімдер арасындағы байланысты тани алуына деген оқушылардың қызығушылығын оятуымыз қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Мектепте емес, мен жоғары оқу орнында жұмыс істеймін. Жүргізіп жатырмын, бірақ әлі қорытындысы шыққан жоқ. Қазір мен мектеппен байланыстамын, себебі мен тақырыбым бойынша, өйткені Алма Қыраубаева енді қазақстандық ғалымды білетін шығарсыздар. Ұлттық тәрбиені зерттеген ғалым. Сол кісінің жаңағы зерттеуіне сүйене отырып, мектептерде жұмыс жүргізіп жатырмын. Мұғалімдер арасында, оқушылар арасында, және қазақ тілі пәнінің педагогтар арасында, студенттермен де бірге. Бірақ әлі қорытынды шығарған жоқпын, әлі енді жасап жатырмын оны. Енді осы басты мақсаты не деп пәнаралық оқытуды қазіргі білім жүйесінде қолданудың негізі? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы пәнаралық оқытудың негізгі басты мақсаты оқушының білімін тұтас жүйеде қалыптастырып, әртүрлі пәндер арасындағы байланысты түсіндіру арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, сондай-ақ алған білімді өмірде тиімді қолдана алу құзыреттілігін қалыптастыратын тұлға тәрбиелеу. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Керемет конференция болды бүгін. Разышылығымызды білдіреміз. Әрине бұл онлайн біздің басқаруымызға жас ғалымдар қатысты, магистранттар, докторанттар, тіл, әдебиет, мәдениет өңірлеріндегі тілді республикасы осындағы өзекті тақырыптар негізінде барлықтарыңыздың баяндамаларын жазып, сіздерге бұған дейін түске дейін Жемарлық мәжілістегі ғалымдардың баяндамасымен танысыңыздар деп ойлаймыз. Енді біз қазір мынау техникалық ақау болуынан бірнеше сізге өтіп келіп түскен, бірақ қазіргі қатысымға байланысты кішкене қысқарған сияқты барлықтарыңызды тыңдадық, еңбектеріңізді шолып өттік дегендей барлығы өзекті біздің қазіргі тіл білімінің дамуына, қазіргі білім кеңістігіне барлығы өзекті. Жас ұрпақтар келіп, оқу орындарында ізденістер жүргізуге шығармашылық қабілетімізді арттыруға, жалпы мемлекетіміздің білім кеңістігін дамытуға барлық тақырыптарымыз өзекті, және сол тұрғыда өздеріңіз еңбек етіп жатырсыздар. Сіздерге сәттіліктер тілейміз. Осылай біздің конференциямызға қатысқандарыңызға, біздің бірге осындай бір алаңда ой бөліскендеріңізге көптен көп ұйымдастырушылардың атынан сіздерге сәттіліктер тілейміз, табыс тілейміз және ризашылығымызды білдіреміз. Енді құрметті қатысушылар, біз қазір осы жинақтап жатырмыз. Енді амандық болса, бұның жинағын электронды түрде сіздерге дайын болғанда саламын, қолға аласыздар және өздеріңізге қатысушы сертификатын электронды форматта жібереміз. Сонымен енді аман қалса, алдағы осындай үлкен деңгейдегі актуалды мәселелерге арналған біздің басқосуымызда сіздерді тағы да көреміз деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз барлық ізденістеріңізге, барлық міндеттеріңізге. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Барлықтарыңызды тыңдадық. Біршама жаңағыдай ой өрдік дегендей. Енді бұл ғылым деген сол ғой, үнемі ізденіс үстінде, ізденіс жетіс үстінде, тыңдау үстінде, саралау үстінде, сыни тұрғысынан бағалау деген сияқты. Сондықтан сіздерге алдарына ғылыми ізденістеріміз аяқталып, мазмұны одан да кеңейіп, біздің сол білімімізге, ғылымымызға жақсы өріс, жақсы үлес қоса беріңіздер. Біз соған тілектеспіз. Әрқашан жолдарыңыз ашық болсын, мынау Рамазан айы болсын, осы оразада бас қосқан дұға тілегіміз, барлық ниетіміз, жалпы дүниесіндегі мұсылман халқына арналған барлық ниеттеріміз оңынан қабыл болсын. Сонымен осы онлайн секциямызды қазір жинақтаймыз, енді алда басқа басқосуларда сіздермен бірге кездесеміз деген ойдамыз. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Тағы да саламатсыздар ма? Бүгінгі конференция өте жақсы, жоғары деңгейде өтті. Бұл басы болмасын, соңы болмасын, ұйымдастырушылар керемет, сіздерге рахмет. Көптеген өзімізге қажетті мәліметтерді де алдық, зерттеуімізге қажетті дүниелерді де өзімізге түртіп алып отырмыз. Рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін.
Келгенге рахмет, сәттіліктер тілейміз. Бұдан да ең алдында кездесеміз деген ойдамыз. Сәттілік барлықтарыңызға, сенімшілер, ғалымдар, аспиранттар. Жақсы. Табысқа жете беріңіздер. Жақсы, осымен біз бүгінгі біздің конференциямыздың онлайн бағытын аяқтаймыз. Жақсы, рахмет, көп рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы, келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Ағайымыз бұл ретінде